Сен референдумға барасың ба? Менің уақытым жоқ. Саяси науқанда не шаруамыз бар? Мен дауыс бермесем де өтер. Солай ма? Енді көз алдыңа елестетші. Мемлекет отбасыңды қамқорлыққа алып, әлеуметтік кепілдіктер күшейтілсе, қабылданатын шешімдер үшін нақты кім жауап беретіні заң жүзінде бекітілсе, әрбір азаматтың дауысы ескеріліп, ел келешегіне әсер ететін нақты құралға айналса, өміріміз жақсармай ма? Конституция қағазға жазылған заңдар жинағы ғана емес, бұл әрбір қазақстандықтың құқығын қорғайтын бұлжымас қағидаттары, берік қалқаны, мызғымас құндылықтары. Түптеп келгенде бұл сенің ертеңің 15 наурыз ел тағдырын айқындайтын күн. Болашақ сенің таңдауыңнан басталады.